Баршаңызға сәлем, біз сіздермен бүгін ең оңай және шығыны аз, пайдасы көп болатын чикенді әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге осылай крылышкілер қажет болады. Керек емес жерін осылай алып тастаймыз, тырнақшасын. Одан кейін барып мінекей ортасынан екіге бөлетін боламыз. Барлығын осылай сіздерде осы бір пакетиктің ішінен 20 штук, не 22 штук чикен шығатын болады. Біз оны 180 теңгеден сатамыз. Және де осылай қарап отырсаңыздар, барлығы бірдей болады. Көбінесе кішкене біреулер кішкентай ғой деп жатады, бірақ именно осы біздің тәсілмен, яғни онымен араластырып жасаған кезде бұл кішкентай болмайды, өзі ісінеді, содан кейін барып үлкен болып шығады. Барлығын осылай жақсылап тазалап, керек емес жерін алып тастап, бір ыдысқа саламыз. Енді сіздерге мен беретін, көрсететін приправаны сіздер дүкендерде не болмаса кәдімгі приправа сататын арнайы магазиндерден іздесеңіздер болады. Бұл бізде мінекей осындай китайский приправа, бұны летле деп айтылады. Бізде енді магазинде солай сатылады, бізге чекке солай шығарып береді. Именно осы чикенге арналған. Мінекей қараңыздар, бұл ашы қышқыл дәмін және барлық чикенге қатысты барлық дәмді осы приправа ғана бере алады. Және бұның қасына қосымша тек қана тұз қосасыздар, болды. Бұл приправаны іздесеңіздер, бұл табылады, барлық жерде бар, тек қана іздеп тауып алу қажет болады. Арнайы приправа сатылатын арнайы дүкендер болады, мінекей сол жерлерден де табылады. Мінекей осылай екеуін жақсылап араластырып 4 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап сіңіп тұрады. Егер де тым қатты ащы болмасын десеңіздер, именно жаңа приправамыздан бір қасық қосыңыздар. Мінекей бізде 4 сағат өтті, мариновкамыз жасалды, бізге су, ұн, осы маринад етілген етіміз ғана қажет болды. Мінекей осы ұнға саламыз бірінші. Ұнға жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей қолмен араластырып жатырмын. Енді суымызға саламыз. Бұл кәдімгі су, еш нәрсе қосылмаған кәдімгі қара су. Не сіздер сарағашқа жасасаңыздар болады. Сарағаштан көтерілетін болады. Яғни көлемі үлкейеді. Сол үшін қосады. Мінекей судан алып, қайтадан ұнға араластырдық. Енді осы жерде бізге бір елгезер сияқты бір осындай ыдыс қажет болады. Мен кәдімгі осы Фрейдің өзінің несіменен осылай араластырамын, жақсылап тұрып сілкейміз. Сілкеген кезде бізде сызық болып өзі бүршіктелу керек, яғни ұн осылай сызық асаткілер қалдыру керек. Сол кезде сіздерде бүршік әдем болып шығатын болады. 150 градуста пісіріп жатын, осылай фертница алып алсаңыздар болады. Өте қажетті не, әрбір үйге, менде мысалға мына жерде екеулік болса, біреулік алып қойсаңыздар да болады үйлеріңізге. Барлығын пісіре бересіздер. Балық болсын, чикен болсын, керек дүние бір үйге. Біреулігінің өзі 20 мыңдай болады, 25 мың болуы мүмкін. Сондықтан тым қатты қымбат емес. Мінекей 150 градуста бізде пісіп шықты. Қарасаңыздар, мінекей сырты бұдыр болып, әдем болып шықты. Ары қарай жаңағы бізде сухариге аунатып, одан жұмыртқаға, одан бірдеңеге деп істеп жатады. Оның еш нәрсесін қажет жоқ. Осы дәм нағыз KFC-дегі дәм деп білем. Нағыз KFC-де осындай чикендер дәл осындай болады. Мінекей сондықтан дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жасап өздеріңіздің отзывтарыңыздармен бөліссеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, баршаңызға іске сәт қыздар. Мінекей осындай әдемі керемет чикендерді әзірлеп отбасыларыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға сәлем, біз сіздермен бүгін ең оңай және шығыны аз, пайдасы көп болатын чикенді әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге осылай крылышкілер қажет болады. Керек емес жерін осылай алып тастаймыз, тырнақшасын. Одан кейін барып мінекей ортасынан екіге бөлетін боламыз. Барлығын осылай сіздерде осы бір пакетиктің ішінен 20 штук, не 22 штук чикен шығатын болады. Біз оны 180 теңгеден сатамыз. Және де осылай қарап отырсаңыздар, барлығы бірдей болады. Көбінесе кішкене біреулер кішкентай ғой деп жатады, бірақ именно біздің тәсілмен, яғни онымен араластырып жасаған кезде бұл кішкентай болмайды, өзі ісінеді, содан кейін барып үлкен болып шығады. Барлығын осылай жақсылап тазалап, керек емес жерін алып тастап, бір ыдысқа саламыз.
Енді сіздерге мен беретін көрсететін приправаны сіздер дүкендерден не болмаса кәдімгі приправа сататын арнайы магазиндерден іздесеңіздер болады. Бұл бізде мінекей осындай китайский приправа, бұны летле деп айтылады. Бізде енді магазинде солай сатылады, бізге чекке солай шығарып береді. Именно осы чикенге арналған. Мінекей қараңыздар, бұл ащы қышқыл дәмін және барлық чикенге қатысты барлық дәмді осы приправа ғана бере алады. Және бұның қасына қосымша тек қана тұз қосасыздар болды. Бұл приправаны іздесеңіздер, бұл табылады, барлық жерде бар, тек қана іздеп тауып алу қажет болады. Арнайы приправа сатылатын арнайы дүкендер болады, мінекей сол жерлерден де табылады. Мінекей осылай екеуін жақсылап араластырып 4 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап сіңіп тұрады. Егер де тым қатты ащы болмасын десеңіздер, именно жаңа приправамыздан 1 қасық қосыңыздар. Мінекей бізде 4 сағат өтті, мариновкамыз жасалды. Бізге су, ұн, осы маринад етілген етіміз ғана қажет болды. Мінекей осы ұнға саламыз бірінші. Ұнға жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей қолмен араластырып жатырмын. Енді суымызға саламыз. Бұл кәдімгі су, еш нәрсе қосылмаған кәдімгі қара су. Не сіздер сарағашқа жасасаңыздар болады. Сарағаштан көтерілетін болады. Яғни көлемі үлкейеді. Сол үшін қосады. Мінекей судан алып қайтадан ұнға араластырдық. Енді осы жерде бізге бір елгезер сияқты бір осындай ыдыс қажет болады. Мен кәдімгі осы Фрейдің өзінің несіменен осылай араластырамын. Жақсылап тұрып сілкейміз. Сілкеген кезде бізде сызық болып өзі бүршіктелу керек. Яғни ұн осылай сызық асаткілер қалдыру керек. Сол кезде сіздерде бүршік әдем болып шығатын болады. 150 градуста пісіріп жатын. Осылай фертнесі алып алсаңыздар болады. Өте қажетті. Не әрбір үйге, менде мысалға мына жерде екеулік болса, біреулік алып қойсаңыздар да болады үйлеріңізге. Барлығын пісіре бересіздер. Балық болсын, чикен болсын, керек дүние бір үйге. Біреулігінің өзі 20 мыңдай болады, 25 мың болуы мүмкін. Сондықтан тым қатты қымбат емес. Мінекей 150 градуста бізде пісіп шықты. Қарасаңыздар, мінекей сырты бұдыр болып, әдем болып шықты. Ары қарай жаңағы бізде сухариге аунатып, одан жұмыртқаға, одан бірдеңеге деп істеп жатады. Оның еш нәрсесін қажет жоқ. Осы дәм нағыз KFC-дегі дәм деп білем. Нағыз KFC-де осындай чикендер дәл осындай болады. Мінекей сондықтан дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жасап өздеріңіздің отзывтарыңыздармен бөліссеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын, баршаңызға іске сәт қыздар. Мінекей осындай әдемі керемет чикендерді әзірлеп отбасыларыңызды қуантыңыздар.